Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздердің алдарыңызда Астана қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің физика пәні мұғалімі Серікбаев Тілебалды Серікбайұлы. Бүгінгі онлайн семинарымыздың тақырыбы жарыққа байланысты болғандықтан жарық туралы қысқаша тоқтала кетсем. Жалпы жарық адам көзіне көрінетін немесе адам көзіне әсер ететін электромагниттік толқындар диапазонындағы ерекше бір бөлім деп айтсақ артық емес. 17-ші ғасырда жарық табиғаты туралы екі көзқарас пайда болды. Оның біреуі Ньютонның көзқарасы, жарық дегеніміз жарық көзінен жан-жаққа тарайтын корпускулалардың ағыны. Екіншісін толқындық теорияның авторы Гюйгенс ұсынды. Ол бойынша жарық көзінен жан-жаққа тарайтын толқындар ағыны. Енді жарық туралы айтатын болсақ, жарық біздің өміріміздің бәр жерінде. Егер жарық болмаса қараңғы түнек, онда ештеңе болмас еді. Мынау суреттерден де жарықтың қаншалықты рөл атқарғанын көруімізге болады. Қазіргі кезде жарыққа нақты анықтама берудің өзі қиын. Ол өйткені корпускулалық толқындық дуализмге ие. Бір жағдайда өзін жарық бөлшектер ағыны сияқты ұстаса, фотондар деп айтамыз қазірде, екінші жағдайда өзін толқындар сияқты ұстайды. Оны дәлелдейтін эксперименттік тәжірибелер бар, оған ешкім қарсы шықпайды. Жарық туралы кейбір суреттерге көз жүгіртсек, мысалы жарықтың шағылу заңын мынау қарапайым суреттегі аспанның кескіннен көруге болады. Оған қарама-қарсы симметриялы түрде орналасқан кескін. Сонымен қатар қарапайым суы толы стаканға салынған қасықтан да біз жарықтың сыну заңына сәйкес құбылысты көріп тұрмыз. Сонымен қатар жарық геометриялық оптика заңдары бізге кемпір-қосақ құбылысында өте тамаша түсіндіріп береді. Алдыңғы суретте көріп отырғанымыздай, жарық тамшылары аспанда бұлттың құрамында сфералық формада болады. Сонда сол сфераның ішкі және сыртқы бөлігінен екі рет сынғаннан кейін жарық дисперсия құбылысына сәйкес жіктеледі де, осындай сансыз көп тамшылардың дисперсия құбылысы нәтижесінде біз аспаннан сондай ғаламат құбылыс кемпір-қосақты байқай аламыз. Бұл кемпір-қосақтың жағдайын келесі сурет өте нақты түсіндіреді деп ойлаймын. Адам қарап тұр, кемпір-қосақты көреді, әртүрлі бұрышпен шағылып сынған сәулелер жиіліктеріне сәйкес жіктеледі де, біз аспаннан аса тамаша құбылыс кемпір-қосақты көреміз. Енді бүгінгі семинарымыздың тікелей тақырыбына келетін болсақ, семинардың тақырыбы геометриялық оптика заңдарын оқып үйренуді, өзіндік және өзара қалыптастырушы бағалауды қолдану, яғни сабақ процесінде қолдану. Семинардың мақсаты геометриялық оптика заңдарын оқып үйренуді, өзіндік және өзара қалыптастырушы бағалауды қолдану арқылы жиынтық бағалауларда оқушы білімінің жоғары сапасына жетісу. Бұл ретте онлайн семинар пән мұғалімдеріне арналғандықтан және оның негізгі мақсаты оқушы білімінің жоғары сапасына жетісу болғандықтан, бұл тарауды оқытуды мен мынандай бір ерекшеліктер бар деп атап айтсам болар еді. Бірінші, Назарбаев зияткерлік мектептерінде негізгі миссиясы жаратылыстану математика бағытындағы білім беру жүйесіне қазақстандық және халықаралық үздік тәжірибеге сай келетін инновациялық көп тілді жүйе моделін енгізу арқылы ұлттың зияткерлік әлеуетін көтеруге жағдай жасау болып табылатындықтан, А. Оқу мақсаттары мен күтілетін нәтижелердің, Б. Сабақтың тілдік мақсаттарының, В. Геометриялық оптиканың физика ғылымының жалпы оптика бөліміндегі орны мен рөлі туралы жалпыда негізгі түсініктердің, сонымен қатар Г. Геометриялық оптиканың негізгі түсінік ұғымдары мен құрамдас бөлімдері, яғни негізгі заңдары, жалпы құрылымы туралы нақты, дәл және қысқаша түсініктердің алғашқы, яғни геометриялық оптиканың кіріспе бөлімінде берілуі, жоғары сапалы жиынтық бағалауды алу мақсатындағы өзіндік және өзара қалыптастырушы бағалаудың қолданудың сәтті кепілдігі болмақ. Екінші жағынан алғанда, қай жағынан қарасақ та, немесе қалай айтсақ та, өзіндік және өзара қалыптастырушы бағалаудың элементтерін дәл ғылым элементтерімен салыстыра алмаймыз. Яғни бұл ретте пән мұғалімі өзінің теориялық білімі, жалпы өмірге, қоршаған ортаға өзіндік көзқарасы деңгейі, яғни кругозоры жазықтығында жалпы адамгершілік гуманистік принциптерге сүйеніп қандай да бір еркіндік деңгейінде іс-қимыл жасау керек деп есептеймін. Бұл нүктеде мұғалім әрине оқушының еркін іс-қимылында қамтамасыз етуі қажет. Үшінші, оқушының жеке жұмысы, топтық жұмыс,
конкуренттік ортаны немесе оқушы жұмысында жарыстық элементтерді және оған дұрыс көзқарасты қалыптастыру әр мұғалімнің өзіндік және өзара қалыптастырушы бағалауды қолдануда басты назарында болуы тиіс. Төртінші, қалыптастырушы бағалаудың негізгі мақсаты суммативті бағалаудағы жоғары көрсеткіштерге оқушы білімінің жоғары сапасына жету болғандықтан, біз сабақты беріп қана қоймай, ең маңыздысы оқушылардың білімді қалай қабылдап жатқанын білу және бүгінгі қойылған оқу мақсатына жетті ме, жетпеді ме, соны білу деп ойлаймын. Критериалды бағалау жүйесінде ең маңызды шарт оқушы оқу процесінің барысында өзін өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп әрі қарай қалай даму керектігін түсіне білуі керек. Яғни бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны бағаланады. Бағалауды өткізу үшін оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын анықтауымыз қажет. Бесінші, бүгінгі таңда Назарбаев зияткерлік мектептерінде оқушы білімі қалыптастырушы және жиынтық бағалау негізінде бағалануда. Қалыптастырушы бағалау, оқыту үшін бағалау, жиынтық бағалау, оқытуды бағалау болып табылады. Сабақта қалыптастырушы бағалауды жүйелі өткізу, оны үнемі назарда ұстау, жиынтық бағалаудағы оқушы білімінің жоғарғы сапасының негізгі алғы шарты болып табылады. Жиынтық бағалау 90 соңындағы оқушы білімінің жетістігін саралайтын жұмыс. Ендеше осы жұмыстың бастауы мен негізі қалыптастырушы бағалауда қаланады деп түйіндесек еш артық емес. Алтыншы, осындай негізгі стратегиялық принциптерді басшылыққа ала отырып, сабақ процесіндегі өзіміздің педагогикалық іс-әрекеттеріміз бен оқушының білім негіздерін меңгеру процесіндегі білім деңгейінің өзгеріп, өсуін бағалауды дұрыс түсініп, дұрыс қабылдай білуін ұштастыра алсақ, дұрыс бағытта екенімізге еш күмән жоқ. Соңғысы, Назарбаев зияткерлік мектептерінде стратегиясында нақтатып көрсетілгеніндей, сабақтың тілдік мақсаттарының дұрыс қойылып, сабақ процесінде жүйелі түрде іске асырылуы оқушы білімін критериалды бағалау жүйесінің негізгі іргетастарының бірі болып табылады. Яғни жастарымыздың әлемдік білім кеңістігіне жасқанбай енуінің негізгі алғы шарты болмақ. Енді тікелей сабақтың материалына келетін болсақ, өзіндік және өзара бағалауға байланысты негізгі айтылатын мәселелер қандай жағдайда айтылу керек. Енді геометриялық оптиканың заңдары, геометриялық оптиканың ең негізгі бірінші түсінігі жарық сәулесі түсінігі болып табылады. Егер жарық сәулесі түсінігі ұғымы оқушы санасына дұрыс енетін болса, ол онда өзінің математика пәнінен, әсіресе геометрия пәнінен білетін векторлық шамаларға қатысты білім базасын геометриялық оптика тарауын оқып үйренуді өте сәтті пайдалана алады деп ойлаймын. Жалпы жарық сәулесі деп жіңішке жарық шоғын емес, бойымен жарық энергиясы таралатын бағытталған сызықты айтады. Яғни жарық сәулесі жарықтың физикалық табиғаты ескерілмейтін геометриялық ұғым. Геометриялық оптиканың заңдарын жеке-жеке саралап көрсететін болсақ, жарықтың түзу сызықты таралу заңы, жарық сәулелерінің қайтымдылық заңы, таралу процесіндегі жарық сәулелерінің өзара тәуелсіздік принципі, ферма принципі, жарықтың шағылу заңы және жарықтың сыну заңы. Жарықтың шағылу құбылысына келсек, жалпы бірінші ортада тараған жарық сәулесі екінші ортаға түскен кезде өзінің бағытын өзгерте отырып, екі ортаны бөліп тұрған шекараға түскен кезде өзінің бағытын өзгерте отырып, бірінші ортаға қайтып оралатын болса, оны жарықтың шағылу құбылысы деп атаймыз. Жарықтың шағылу құбылысы жарықтың шағылу заңына бағынады және ол былайша айтылады: түскен сәуле, шағылған сәуле және түсу нүктесінде тұрғызылған перпендикуляр үшеуі бір жазықта жатады. Түсу бұрышы әрқашанда шағылу бұрышына тең болады. Енді мынау суретте алдарыңызда жарықтың жазық айнадан шағылу құбылысы көрсетілген кескін берілген. Сурет мектеп құралдарымен алынған. Суретте үш жарық сәулесі және оның сынғаннан кейін қайтқан сәулелердің бағыты көрсетілген. Келесі суретте жазық айнадағы алынатын кескіннің сипаттамалары қалай беріледі, сол туралы түскіндемелер көрсетілген. Әрине жазық айнада кескін сол айнаның бетіне қарағанда симметриялы орналасады. Кескіннің өлшемі нәрсенің өлшеміне тең болады, орналасу қашықтығы нәрсенікімен бірдей болады және жазық айнада ол нүктеге жарық сәулелер бармайтындықтан кескін әрқашанда жалған болады.
Сфералык айналарга келетін болсақ, мұнда енді жазғы айналармен қарағанда кішкене мәселе күрделілеу, шағылатын беттер олар қисық болып келеді. Қисық айналардың ең қолдануға қолайлы бір түрі бұл сфералык айналар. Сфералык айналардың негізгі элементтері мынау алдарыңыздағы слайдта көрсетілген. Мұнда қисықтық бетінің центрі арқылы және айнаның төбесі арқылы өтетін сызық айнаның бас осі деп аталады. Сонымен қатар айнаның сол центр мен айнаның бетін қосатын түзу ол айнаның радиусы. Айнаның төбесінен фокусқа дейінгі қашықтық айнаның фокус аралығы деп аталады. Егер де айна ішкі ойыс бетінен шағылдыратын болса, ойыс айна деп аталады. Енді ойыс айна жалғанда, сонымен қатар шында кескін беруі мүмкін, ал дөңес айна әрқашанда жалған кескін береді. Сонымен қатар сфералык айнаның формуласы төмендегідей түрде жазылады. Мұндағы FP бұл нәрседен айнаға дейінгі қашықтық, Q кескіннен айнаға дейінгі қашықтық, R айнаның радиусы, F дегеніміз айнаның фокус аралығы. Әрине бұларда алынатын кескіннің жалған шын болуына байланысты, фокустың жалған шын болуына байланысты бұл формулаларды есеп шығарғанда біз минус мәндерін өзіміздің қажеттілігімізге қалай қойып отыратын боламыз. Мысалы, дөңес айнада әрқашанда бас фокус жалған болады, себебі оған ол фокус орналасқан нүктеге жарық келмейді, тек жарықтың созындылары келеді. Мұнда жазық айнада, сфералык айнада кескін салудың мәндері көрсетілген. Жалпы сфералык айнада кескін салуда негізгі мынандай 4 сәулені пайдалансақ болады. Бірінші, оптикалық бас өске параллель түскен сәуле сынғаннан кейін фокус арқылы кетеді. Екінші, оптикалық бас фокус арқылы өтіп айнаға түскен сәуле сынғаннан кейін оптикалық бас өске параллель кетеді. Үшінші, айнаның центрі арқылы өтіп түскен сәуле ол сол түскен ізімен кері қайтады. Енді бізде бір төртінші сәуле бар, ол мынау слайдта ескерілмеген. Төртінші сәуле айнаның төбесіне түсетін болса, ол шағылғаннан кейін айнаның оптикалық бас өсіне симметриялы түрде орналасады. Симметриялы түрде, яғни бұларда бас ось симметрия осі болып табылады. Осы болып табылады. Алдарыңызда ойыс айна, ойыс айнадағы шын кескін және жалған кескіннің алу схемалары көрсетілген. Сфералык және мынау алдарыңыздағы слайдта сфералык айналардағы сәулелер жолы көрсетілген. Ойыс айнада қиылысқан нүкте оның бас фокусы деп аталады. Бұл шын фокус, ол формулада әрқашанда плюс мәнімен. Ал бізде дөңес айнада сәуле жан-жаққа тарап кетеді. Біз оның созындыларын айнаның сыртында қиылыстыруымызға болады. Ол нүкте әрине бас фокус болады, бірақ формулада ол нүктенің алдына, ол шаманың алдына минус таңбасы қойылады. Себебі ол нүктеге жарық сәулелері келмейді. Жарықтың сыну заңына келетін болсақ, екі ортаның шекарасына түскен кезде жарық сәулесі екінші ортада мөлдір болатын болса, ол өзінің бағытын өзгерте отырып, екінші ортаға өтуі мүмкін. Бұл құбылысты біз жарықтың сыну құбылысы деп атаймыз. Жарықтың сыну құбылысы 1621 жылы ашылған Снеллиус заңымен сипатталады. Бұл заң екі бөлімнен тұрады. Түскен сәуле, сынған сәуле және түсу нүктесінде тұрғызылған перпендикуляр үшеуі бір жазықтықта жатады. Және түсу бұрышы синусының сыну бұрышы синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама болады. Ол екі ортаның салыстырмалы сыну көрсеткіші деп аталады. Алдарыңыздағы суреттерде, слайдтарда анықтамалар ағылшын тілінде берілген. Біз енді сабақты ағылшын тілінде жүргіземіз, сондықтан сондай жағдай қалыптасты. Енді жарықтың сыну заңын келесі мынау суреттерді жеке-жеке көретін болсақ, алдарыңыздағы өте тамаша құрал. Мұнда жарық оптикалық тығыздығы аз орта судан, оптикалық тығыздығы үлкен орта судан, оптикалық тығыздығы аз орта ауаға өтуді. Бұдан біз судың беті деңгейімен салыстырып қарасақ, жарықтың түсу бұрышы, жарық сәулесінің түсу бұрышы, оның сыну бұрышынан әлдеқайда кем екенін көреміз. Бұл жарықтың сыну заңы. Егер де мына түсу бұрышын арттыра берсек, онда жарықтың толық шағылу құбылысында бақылауымызға болады. Келесі слайдта жарықтың мөлдір жазық қабырғалы пластинадан екі рет сыну құбылысы көрсетілген.
Екінші, әйнектен қайта алға шыққан кезде тараған жарық сәулесі алғашқы бағытқа параллель, бірақ одан қандай да бір шамаға ығысып кетеді екен. Қазір біз сіздермен жарықтың сыну құбылысына, оның ішінде толық ішкі шағылу құбылысына арналған шағын видеоны көрсек, шағын видео мектептің осы алдарыңызда суретті көріп отырған құралмен жасалған. Видеоға назар аударайық. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздердің алдарыңызда шағын видео материалда геометриялық оптиканың негізгі заңдары, жарықтың шағылу заңы мен сыну заңын оқып үйренуге арналған құралдың жұмыс принципімен таныстырайық деп тұрмыз. Бұл құралдың көмегімен жарықтың толық ішкі шағылу құбылысында өте тамаша бақылауымызға болады. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл құралда жарық сәулесі оптикалық тығыздығы үлкен орта судан оптикалық тығыздығы кіші орта ауаға өтеді. Әрине бұл жағдайда біз білеміз, түсу бұрышы әрқашанда сыну бұрышынан кіші болады. Енді осы процесті ішінде бақыласақ, түсу бұрышын бірте-бірте арттыра берсек, соған сәйкес сыну бұрышы да арта береді. Бірақ сыну бұрышы үлкен болғандықтан, ол екі ортаны бөліп тұрған шекараға бірінші болып жетеді. Сынған сәуле екі орта шекарасына жеткен кезде жарықтың толық шағылу құбылысын байқаймыз. Яғни жарық екінші ортаға мүлде өтпейді, бірінші ортаға қайтып оралады. Бұл жарықтың толық шағылу құбылысы жаңа технологиялық бастамаға әкелген өте тамаша құбылыс болып табылады. Себебі қазіргі заманда информацияны өте қымбат сым өткізгіштермен тасымалдау ол өте орынсыз болар еді. Сондықтан талшықты оптикада осы жарықтың толық шағылу құбылысын пайдаланамыз. Яғни әлемнің көп елдерінде жарықтың толық шағылу құбылысы арқылы талшықты оптика принципі кеңінен қолданылады. Қазіргі кезде мамандардың айтуынша келешекте бірнеше терабайт информацияны алыс қашықтықтарға бірнеше секундтың ішінде жеткізетіндей мүмкіндіктің болуы әлі алыс емес. Енді осы толық шағылу құбылысын бірнеше сәуленің көмегімен бақыласақ. Өздеріңіз көріп отырғандай, бірнеше сәуле екінші ортаға сына отырып өтеді. Сыну бұрышы түсу бұрышынан үлкен. Алғашқы сәуленің біз толық шағылуға ұшырғанын бақыласақ, міне қазір алғашқы сәуле толық шағылуға ұшырады. Осы арадағы бірінші сәуленің түсу бұрышы ол толық шағылу құбылысының шектік бұрышы деп аталады. Қалған жағдайда сәулелер сыну құбылысына ұшырап, екінші ортаға, яғни судан ауаға өтіп тұр. Құрметті әріптестер, енді бізде жалпы оптика, физикалық оптика, толқындық оптика немесе геометриялық оптика болып екіге бөлінеді. Физикалық оптикада біз Гюйгенс принципінің өте маңызды рөл атқаратынын білеміз. Сонымен қатар Гюйгенс принципі геометриялық оптикада да аса маңызды рөл атқарады екен. Сондықтан геометриялық оптикада да біз Гюйгенс принципі туралы айта кетсек ешқандай артық емес. Гюйгенс принципі бойынша ортаның толқын барып жеткен әрбір нүктесі екінші реттік толқындардың көзі болып табылады. Яғни ол нүктеге біз қандай да бір саңылау орнатсақ, тура жарық келесі бір сфералық шеңберлер жасап шағын, сол нүктеден жаңа толқын таралғандай болып тарала бастайды. Және осы екінші реттік толқындарға жүргізілген жанама бет келесі уақыт мезетіндегі толқындық бет болып табылады. Және жай бет емес, олардың интерференциялану нәтижесі болып табылады. Енді осы өте тамаша Гюйгенс принципін пайдаланып, жарықтың шағылу және сыну заңдарын өте тамаша түрде қорытып шығаруға болады. Және бұл принципті геометриялық оптиканы өткенде әрбір мұғалім пайдалануы тиіс деп есептеймін. Мынау алдарыңыздағы слайдтарда жарықтың толық ішкі шағылу құбылысы көрсетілген. Онда біз өзіміз көріп отырғандай, төртінші сәуле, сынған сәуле екі ортаны бөліп тұрған шекараның бойымен кетті. Яғни осы нүктеге біз перпендикуляр тұрғызатын болсақ, осы нүктедегі түсу сәулесі ол толық шағылудың шектік сәулесі болып табылады. Мысалы, бұл сәуле жарық үшін 49 градусқа тең. Бұл жағдай мынау жеке слайдта көрсетілген тета С толық шағылудың критериалдық, яғни шектік бұрышы. Мынау алдарыңыздағы слайдта жаңағы көрсетілген жағдайлар айтылған, прибордың тамаша жұмысы демонстрациялануда. Сурет мектеп құралымен алынған.
Алдарыңыздағы слайдта тағы да жарықтың толық шағылу құбылысы. Өйткені мен айтып кеттім, жарықтың толық шағылу құбылысы жалпы мынау информациялық технологияның дамуына өте қатты әсер етті. Мұнда біз талшықты оптика дейміз, немесе fiber optics. Бұл информацияны бізге жеке талшықтармен өте жеңіл таратуға мүмкіндік берді. Жалпы информацияны таратуда көп қуат жұмсаудың ешқандай көп қажеттілігі жоқ, бірақ біз оны ешқандай шығынсыз алыс қашықтыққа кедергісіз жеткізуде талшықты оптика өте зор рөл атқарады екен. Мұның жағдайын біз келесі суреттерден көруімізге болады. Мынау алдарыңыздағы суретте толық ішкі шағылуды пайдаланып жарықтың бағытын қалай өзгертуге болады. Үшбұрышты призма арқылы жарықтың бағыты 90 градусқа өзгеруде. Мынарда тағы да үшбұрышты призма арқылы жарықтың бағыты мүлде кері бағытты өзгертуде. Сонымен қатар мынарда перископтарда толық ішкі шағылу құбылысының қолданылуы көрсетілген. Яғни жарық бір уровень төмен түсіп, ары қарай тарау жағдайлары айтылған. Енді мынау жаңағы алдарыңыздағы талшықты оптика. Талшықты оптикада жарық арнайы материалмен ішкі қабаты қапталған жұқа түтікшенің ішіне енгеннен кейін қайта толық шағылу құбылысына ұшырай отырып, соның ішіне мүлде шықпайды. Яғни біз оны сигнал ретінде жарықты пайдалануымызға болады. Екінші суретті сол талшықты оптика, әрине біз егер бір талшықпен жеке бір сигналды жіберетін болсақ, талшықтардың санын өте көп жасауымызға болады. Онда біз информацияны өте көлемді жіберуде ешқандай кедергі болмайды. Мұнда қандай жағдайда мысалы жарық талшықтан шығып кетуі мүмкін? Әрине, егер түсініктесі жаңағы чектік бұрыштан аз болатын болса, онда жарық уже толық шағылу құбылысын ұшырамайды, сыртқа шығып кетуі мүмкін. Сондықтан осы жағдай сақталған кезде біз оптикалық талшықты өз мәнінде толық қуатында пайдалана аламыз. Геометриялық оптиканың басты тақырыптарының бірі жұқа линзаға тоқталсақ, әрине жұқа линза өзінің қалыңдығы, ол линзаның өзінің радиусы сияқты өлшемдерінен көп аз болатын линзаны біз жұқа линза деп атаймыз. Линза дегеніміз екі сфералық мөлдір бетпен шектелген дене. Линзаның екі түрі бар, жинағыш және шашыратқыш. Мынау алдарыңызда осы линзалардың түрлері көрсетілген. Жаңа біз айтып кеттік, сфералық айналарда қандай сәулелер арқылы негізгі кескін тұрғызуға болады. Жалпы линза мен сфералық айнада кескін тұрғызуда негізгі үш сәулелер бар екен. Егер ол оптикалық бас өске параллель түсетін болса, тараған жарық сәулесі бас фокусты кесіп өтеді. Тек қана айырмашылық, мұнда линзада жарықтың сыну құбылысы болады да, сфералық айналарда жарықтың шағылу құбылысы болады. Екінші жарықтың оптикалық центріне түскен сәуле, ол бағытын өзгертпейді, тура кетеді. Бізде үшінші сәуле линзаға бас фокус арқылы өтіп барып түсетін болса, ол ары қарай тарау процесінде бас оське параллель кетеді. Осы үш сәуленің қиылысуы сол кескін орналасқан нүктені береді. Және біз кез келген жағдайда кескін салу үшін үш нүктені емес, осылардың екеуін пайдалансақ жеткілікті. Бізде дұрыс бағалауды жүзеге асыру үшін оқушыларға әрине жұқа линза формуласын өте дұрыс жағдайда түсіндіре алуымыз керек. Сондықтан бізде жұқа линза формуласының екі түрін пайдаланамыз. Біреуі негізі кескін мен нәрсенің линзадан қашықтықтарына арналған формула. Мұнда D дегеніміз линзаның оптикалық күші, F линзаның фокус аралығы, D нәрседен линзаға дейін қашықтық, кішкентай F кескіннен линзаға дейін қашықтық. Әрине, егер де бас фокус немесе кескін жалған болатын болса, онда бұл формулада шамалардың алдына минус таңбасы қойылады. Ал егер олар шынайы болатын болса, формулалар тура осы өзгеріссіз қалпында қолданылады. Енді келесі формулаға келетін болсақ, бұларда жұқа линза формуласы тікелей линзаның өз сипаттамалары арқылы беріліп тұр. Мұндағы R1 және R2 линзаны құрайтын сфералық беттердің қисықтық радиустары, NL линза материалының сыну көрсеткіші, NM бұл линзаны қоршап тұрған ортаның
сыну көрсөткүчү, буларды әрине биз абсолют сыну көрсөткүчтөр тууралуу айтып турмуз. Эгерде ортамыз биздин аба болотун болсо, жуук мөлчөрдө абанын сыну көрсөткүчү бирге тең, онда n медиум, n орта бизде түшүп калат да, формула кичкене карапайымдау түргө келет. Буларда биз жаңагы минус плюс таңбасын коюуда мынандай жагдайларды башкарып калабыз. Жалпы эгерде бизде линзамыз дөңөс болотун болсо, R1 жана R2 дөңөс беттер болотун болсо, R1 жана R2-нин алдарына плюс таңбалары, ал эгер оюш беттерди колдонотун болсок, яғни линзамыз эки жагында оюш беги болотун болсо, онда бул шамалардын алдына минус таңбалары коюлат. Жалпы эки формуланын да өз дарежесинде толук және оларды бирге колдоно отуруп, линзага байланыштуу кез келген эсептерди, практикалык эсептерди, эксперименттик эсептерди өтө тамаша шешүүгө болот. Жаңа айтып кеттим, линзада негизги 3 сөйлөнүп пайдаланууга болот. Бунда биз негизги муну салууду сфералык айнада кескин салуу менен кошо жүргүзсөк, ол өтө жогору натыйжа, дурус натыйжа берет деп ойлоймун. Мына балдарыңыздагы сүрөттө Астана мектебинин техникалык мүмкүндүктөрү көрсөтүлгөн. Мында жука линзада кескин алуу, мында лампанын өзү тараган жарык эмес, сондагы сүрөттүн кескини экинчи экранда чыгып турду. Бизде мында аппараттын астындагы негизги линиясында уже биз узундуктарды колмо-кол өлчөп алуубузга болот. Яғни муну менен кез келген линзанын фокус аралыгын өтө дәл аныктауубузга болот. Буну окуучулар лабораториялык жумуштарда да, сонун менен катар демонстрациялык көрсөтүүлөрдө да кеңинен пайдалана аламыз. Енді негізгі материалдар егер геометриялық оптика тарабы боюнча осылай десек, окуучулардын билимин биз багалауда кандай негизги жетиштик критерийлерди колдонор едик? Жалпы мен өзүм ойлана келип, бул мындай критерийлер болуп табылат деп сездим. Билүү жана түшүнүү боюнча бир 5 бөлүмдү алдым. Әрине ар мугалим муну өз калауынча өзгөртүп алууга кукулуу. Бирок биз негизги принципти, негизги заңдылыкты окуушу не билүү керек, сону сактауыбыз керек. Окуушу жаңа айтып кеткендей, геометриялык оптиканын физика кылымындагы, онун ичиндеги оптикадагы жалпы орну тууралуу накты билүү керек. Сону менен катар геометриялык оптиканын негизги түшүнүгү жарык сәулөсү, онун негизги заңдары тууралуу накты билүү керек. Сону менен катар жарыктын шагылуу жана сынуу заңдарын кортуп чыгарууга мүмкүндүк беретін оптика кылымынын иргетасы болуп табылатын Гюйгенс Френел принципинин негизинде сипаттап корутундулай алуу керек. Жарыктын шагылуу жана сынуу заңдарынын, онун ичинде толук шагылуу кубулусунун физикалык табигаты менен практикалык колдонулары тууралуу, яғни талчыктуу оптика тууралуу дурус түсүнө билүү керек. Енді колдануу критерийине келетін болсақ, есепті калкаралык бирликтер жүйөсүндө пайдаланып чыгара билүү керек. Жарыктын шагылуу жана сынуу заңдарын пайдалана отуруп, калкаралык бирликтер жүйөсү негизинде практикалык эсептерди чыгара билүү керек. Жарыктын шагылуу жана сынуу заңдарын жекелеме оптикалык куралдар және жазык және спиралык айналар, жука линза және тағы басқаларына байланысты практикалык эсептерди чыгаруу барысында колдона билүү керек. Егер колдануу осы максаттарда десек, соңғы сыны ойлау және изденүү тургусунан алатын болсак, окуушу чыгарылган эсептерди талдоо процессинде олардын физикалык табигатынын бирлигин дурус түшүнүп, сыный тургудан дурус ой пикирлер айта билүү керек. Яғни бул пунктте эң негизги нерсе окуушуда кандай билим калыпташты. Оны біз қалай бағалаймыз? Оқушы өз білімін дұрыс бағалай ала ма? Жазылған формуланы дұрыс түсіндіре ала ма? Ең негізгі қалыптастырушы бағалаудың негізгі фундаменті тура осы пункттерде қалынады деп ойлаймын. Егер алғашқы білүү және түсіну, сонымен қатар қолдану пункттер дұрыс жүзеге асырылмаса, оны оқушы толық меңгермесе, әрине сыни ойлау және іздену туралы ештеңе айтуға келмейді деп ойлаймын. Енді осы жетістіктерге сүйене отырып, геометриялық оптика заңдарына түрлі тамаша есептерді шығаруға болады. Бұларда біз әр есепке критерийді жеке қойымызға болады. Ол критерий бір мақсатта біреу ғана болуы мүмкін, бірнеше болуы мүмкін, жан-жақты анықтайтын. Жалпы бұларда пән мұғалімі өзінің қалауынша таңдап алуға берілген Кембридж программасының көлемінде құқылы деп ойлаймын. Бірінші есеп. Егер горизонталь жарық сәулесі вертикаль айнаға түседі. Айнаны альфа градусқа бұрсақ, шағылған сәуленің қандай бұрышқа бұрылатынын анықта дейді.
Әрине бұл сәулені, бұл есепті шығаруда оқушы бірінші жағдайда біраз ойланып қалуы мүмкін. Егер де оқушыға біз айна беріп, жаңағы құралдарды беретін болсақ, оқушы осы есепті шығаруда өте жақсы нәтижеге жететініне ешқандай күмән жоқ. Өйткені айнаға горизонталь жарық сәулесі вертикаль орналасқан айнаға түсетін болса, қайтқан сәуле сол ізімен кері қайтады. Ал егер айнаны альфа бұрышқа бұратын болсақ, онда біздің сол түс нүктесінде тұрғызылған екі перпендикулярымыз да альфа бұрышқа бұрылады. Ал перпендикулярдың екі жағында түсу және сыну бұрыш жатқандықтан, біздің алғашқы шағылған бұрышымыз әрине екі альфа бұрышқа ығысады деп оқушының осылай тұжырым жасайтынына менің еш күмәнім жоқ. Және бізде өтілген жағдайларда тура осындай принципте оқушылар есепті шығара білді. Келесі есепке келсек. Ойыс айнаның қисықтық радиусы 20 см, айнадан 30 см қашықтыққа биіктігі 1 см нәрсе қойылған, кескіннің орнын және биіктігін анықтау керек. Жалпы қандай жағдайда ойыс айнада жалған және шын кескін болады? Ол кішірейген кескін бола ма, жоқ үлкейген кескін бола ма? Бұл жағдайда жеке-жеке нәрсенің фокус пен айнаның ортасында орналасқан ба, жоқ әлде фокустан тыс орналасқан ба? Осы жағдайды ескере отырып оқушыға мүмкін жеке-жеке жаздырып жаттатуға болатын шығар. Бірақ бұл принципін қате деп ойлаймын. Бұл жағдайда біз жаңағы үш сәуленің түсу принципін қолдануды өте жақсы біліп, оқушы соны сала білсе, әрқашанда ол кескіннің қалай екен, жалған ба, шын ба, үлкейген бе, кішірейген бе, тура ма, кері ме, оны лезде анықтайтынына еш күмәніміз жоқ. Енді есептің тікелей шығарылуына келсек, қисықтық радиусы арқылы айнаның фокус аралығын анықтаймыз. Бұл бізде 10 см. Ойыс айнаның формуласы арқылы кескіннің орнын анықтаймыз. Әрине, бұл формулада біз барлығын плюс таңбаларымен ала беруімізге болады. Жалпы бізде даже бұл формуланы ешқандай өзгеріс пайдалана беруімізге болады. Егер де қандай да бір жағдайда біздің кескініміз жалған болатын болса, біз оны бірақ плюс таңбасын алып қойдық. Онда әрине кескіннің қашықтығы біздің есебімізде минуспен шығар еді. Енді біз бұл формуладан кішкентай f-ті табамыз. Ол кескіннің айнадан қашықтығы 15 см. Айнаның үлкейтуі ол кескіннің қашықтығы мен нәрсенің қашықтығының қатынасына тең, онымыз 0,15-ке тең. Яғни кескін екі есе кішірейген болады. Екінші жағынан кескін мен нәрсенің өлшемі арқылы тағы да үлкейтуді анықтауға болғандықтан, біз бұдан кескіннің өлшемін өте тамаша тауып ала аламыз. Ол 0,15 см-ге тең екен. Екінші есепке келетін болсақ, жарық сәулесі мұнда жазық параллель қабырғалы әйнек пластинкаға түскен, одан алғашқы сәулеге параллель бағытта шыққан. Әйнектің сыны көрсеткіші 1,15. Егер сәулелердің ара қашықтығы 1,194 см болса, бұл бізде мына суретте 1,194 см болса, онда пластина қалыңдығын анықтауымыз керек, яғни дыны табуымыз керек. Біз енді суреттен бірнеше синус және косинусқа байланысты бірнеше нақты формулаларды жазып алуымызға болады. Мынау L синус I минус R L-дің авыға қатынасы, яғни қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, бұдан L-ді табамыз. Екіншіден косинус R іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, бұдан D-ны табамыз. Екінші формула арқылы өрнектеп, екі бұрыштың I минус R-ді геометриялық функциялардың мәндерінің айырмасы арқылы орнына қоятын болсақ, көрсетілген формуланы аламыз. Бұдан сыну заңы бойынша әрине бізде түсу бұрыш синусының сыну бұрышы синусына қатынасы ол салыстырмалы сыну көрсеткішін береді. Бұдан біз косинус R-ді нақты анықтап алуымызға болады. Онда D-ны біз суретте көрсетілген үшінші формулаға қойып, D-ны анықтайтын соңғы формуланы қорытып шығарамыз. Егер сан мәндерін қойсақ, D-ның бізде 10 см екендігі шығады. Әрине есеп күрделі болып көрінуі мүмкін, бірақ оқушы мұндай есептерді бірнеше рет шығарғаннан кейін оның ешқандай күрделілігі байқалмайды деп ойлаймын, және математика элементтерін өте тамаша меңгеруге қоса жетісіп отырады. Келесі есепке келетін болсақ, жарық сәулесі бізде скипидардан ауаға өтеді. Егер бұл сәуле үшін толық шағылу бұрышы 42 градус 23 минут болса, жарықтың скипидардағы таралу жылдамдығын анықта.
Бұларда әрине біз абсолют сыну көрсеткішінің анықтамасын пайдаланамыз. Абсолют сыну көрсеткіші дегеніміз жарықтың вакуумдағы жылдамдығының жарықтың қандай да бір ортадағы жылдамдығына қатынасы. Яғни ауадағы жарық жылдамдығын біз жуық мөлшерде вакуумдағы жарық жылдамдығына тең деп алсақ, өйткені онда абсолют сыну көрсеткіші жуық мөлшерде бірге тең, бұдан n2-нің бірге тең екендігі шығады. Онда бізде n1 тең болады с бөлінген v1. Бұдан кейін жарық үшін толық шағылу құбылысына сәйкес формуланы пайдалансақ, өйткені бізде сыну бұрышы 90 градусқа болып кетті, синус 90 градуста бізде бірге тең. Бұдан біз n1-ді табамыз да екінші формуланы бірге қоямыз, ең соңғы қажетті формуланы аламыз. Яғни v1 тең болады с көбейтілген синус ветті. Сан мәндерін қойсақ, v1-дің мәні шығады. Яғни скипидардағы таралу жылдамдығы 2,2 көбейтілген оның 8 дәрежесі метр секунд. Так. Әрине бұны таблицадан скипидардың абсолют сыну көрсеткішін алып тексере салуға да болады. Бұл енді біздің есебіміздегі мәліметтерге сәйкес келеді деп ойлаймын. Келесі есепке келетін болсақ, оптикалық күші 10 диоптрия қос дөңес линзаның оптикалық осіне перпендикуляр, одан 15 см қашықтықта биіктігі 2 см нәрсе қойылған. Кескіннің орны мен биіктігін анықта. Бұл есептерді әрине біз салу жолымен де шешуімізге болады. Бұл салу жолымен шешкен жағдайда жаңағы үш сәуленің екеуін пайдаланамыз. Нәрсенің орнын қолма-қол тауып алуымызға болады. Егер бала масштабты өте дұрыс қолданса, оның алған салу бойынша алған мәліметтері математикалық есептеулер немесе формула бойынша алған мәліметтермен сәйкес келеді деп ойлаймын. Біз линзаның фокус аралығының формуласын пайдаланамыз. Оптикалық күш арқылы линзаның фокус аралығын анықтаймыз. Және мұнда бізде қос дөңес линза, яғни оның екі бетті дөңес, онда формуладағы барлық физикалық шамаларды біз плюс таңбасымен пайдалана беруімізге болады. Бұдан жұқа линза формуласынан кескіннің линзаға дейінгі қашықтығын анықтасақ, сән мәндерін орнына қойсақ, онда біз кескіннің линзадан қашықтығы 0,3 метр екенін көреміз. Линзаның үлкейтуін біз кескін мен линзаның қашықтығы арқылы, яғни кішкентай f-тің д-ға қатынасы арқылы, немесе кескіннің биіктігінің нәрсенің биіктігіне қатынасы арқылы анықтауымызға болады. Бұдан кескіннің биіктігін бірден анықтайтын болсақ, h' тең болады, f көбейтілген h бөлінген d тең 4 см. Яғни есептің жауаптары бізде кескін линзадан 0,3 метр қашықтықта және биіктігі 4 см екен. Яғни бізде линзаға айтып тұр, екесе үлкейту беріп тұр. Келесі есепке келетін болсақ. Лупа бетінің өзара тең қисықтық радиустарын анықта, егер ол сау көз үшін 10 есе үлкейту беретін болса. Лупаның линза әйнегінің сыну көрсеткіші 1,5-ке тең. Бұл есеп өте жақсы есеп деп ойлаймын. Неге? Себебі лупаны біз өте практикалық мақсаттарда кеңінен қолданылатын қарапайым құрал. Лупа дегеніміз қысқа фокусты жұқа жинағыш линза деп айтуымызға болады. Енді бұл есепте біз мынандай бір тұрақты шаманы пайдаланамыз. Бұл сау көз үшін жақсы көру аралығы. Яғни лупаны егер сау адам пайдаланды десек, онда лупа бізден 25 см қашықтықта орналасу керек. Енді біз лупа үшін жұқа линзаның формуласын қалай жазамыз? Жұқа линзаның фокус аралығының формуласы, ол линзаның өзінің сипаттамалары арқылы жазылған жағдайын пайдаланамыз. Мұнда бізде линза материалының сыну көрсеткіші және линзаны қоршап тұрған ортаның сыну көрсеткіші, сонымен қатар бізде линзаның қисықтық беттерінің радиустары берілген. Бізде линза материалының сыну көрсеткіші 1,5-ке тең, ал лупаның қандай ортада орналасқан туралы ештеңе айтылмаған. Бұл туралы біліп тұрған оқушы өзі қорытынды жасайды. Әрине, лупаны біз ауада пайдаланып отырмыз, онда n0 өзінен өзі түсіп қалады. Ал егер лупаның қисықтық беттерінің радиустары өзара бірімен бірі тең болатын болса, онда r1 мен r2-ні теңестіріп, ортақ бөлімге келтіріп есептейтін болсақ, онда қарапайым шағын математикалық есептеулер лупаның фокус аралығы f тең болады, радиус бөлінген 2 жақшаның ішінде n-1 екенін көрсетеді.
Бұдан лупаның радиусын тапсақ, лупаның радиусы тең болады 2 фокус аралығы 2f көбейтілген жақшаның ішінде n-1. Бұдан жаңағы айтып кеткен тұрақтыға келдік. Бұл сау көздің жақсы көру аралығы. Ол арқылы біз лупаның үлкейтуін анықтаймыз. Яғни жақсы көру аралығын лупаның фокус аралығына бөлсек, лупаның үлкейтуі шығады. Бұдан лупаның фокус аралығы тең болады жақсы көру аралығын лупа үлкейтуіне тең. Егер де 1 мен 3-ті 2-ге қойсақ, соңғы формуланы аламыз. Соңғы формуланы алып қарапайым есептеулер жүргізсек, лупаның қисықтық радиусы 0,25 метр немесе 2,15 сантиметр екенін көреміз. Жалпы геометриялық оптикаға өте тамаша есептерді таңдап алуға ешқандай шек жоқ. Бұған өз тілімізде және біз сабақ беретін жалпы араласу тілі орыс тілінде өте тамаша есептерді пайдалануға болады. Сонымен қатар қазіргі жағдайда біз әрине шет тіл әдебиеттерін пайдаланамыз. Өйткені өзіміздің тілдегі әдебиеттерден есептерді ағылшын тіліне аударғаннан көрі өзінің оригинал есептерін пайдаланған өте тиімді деп есептеймін. Жалпы оқушы біліміне қалыптастырушы бағалау жүргізуді, оқушының өзіндік бағалауы қалай жүзеге асырылады, оқушы бұларда қалай мұқалып қалмай нақты нәтижелерге жете білеттенге келетін болсақ, әрине біз оқушы алғашқы есеп шығару процесін бастаған кезде біз 11-ші класста әрине оқушы біршама қалыптасып қалған. Геометриялық оптика 8-ші класста өтілетіндіктен бұларда біз оқушыларға бірінші жеңіл түсінікті есептерден бастауымыз керек деп есептеймін. Жалпы айтқанда, менің пікірімше, қиын есептердің өзі шағын, түсінікті, күрделі бірнеше есептердің жиынтығынан тұрады деп ескеруімізге болады. Егер қарапайым есептерді оқушы оның физикалық табиғатын, оны шығарудың математикалық аппаратын өте жетік меңгеретін болса, өз күшіне өзі сенімі қалыптасатын болса, сонда оқушы өз білімін бағалауы қалыптасады. Ол берілген есептерге деген ешқандай жасқанбай өзінің рефлексі қалыптасады деп мен өзім ойлаймын. Сондықтан бұларда біздің ең сақ болатын нәрсеміз оқушыларға есеп беруде оның қиындық дәрежесін бірте-бірте арттыру. Жалпы құрметті әріптестер, назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздердің алдарыңызда онлайн семинар бергеніме өте қуаныштымын. Қош сау болыңыздар.